أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла тағаланың қалауымен имам Науауидің, Алла ол кісінің мейіріміне бөлесін, Риядус Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен аталмыш кітаптың 6-шы бабы, бәбу тақуа, яғни тақуалық бабына келген болатынбыз. Жалпы тақуалық деген араб тілінде уиқая сөзінен шығады, яғни қорған деген мағынаны білдіреді. Тақуалық дегеніміз демек өзіңізбен тозақтың арасына, өзіңізбен Алланың ашуының арасына қорған қою. Қорған қою қалай болады? Алланың бұйрықтарын орындаумен, тыйғаннан тыйылумен болады. Демек тақуалық дегеніміз ол Алланың бұйрықтарын орындауды және тыйғаннан тыйылуды өзіңізге қорған, қалқан етуіңіз. Алла тағала Құран кәрімде осы тақуалыққа қатысты айтады. Имам Науауи әдетінше бірінші тақырыпқа байланысты бірнеше аяттарды келтіреді. Қаулы Аллаху Та'ала, Алла Құранда айтқан: Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих. Уа иман келтіргендер, Аллаға шынайы тақуалық етіңдер. Шынайы немесе толық тақуалық етіңдер. Алла тағала бұл жерде мұсылмандарға тақуалық жолын ұстануды бұйырып жатыр. Енді осы аят түскен кезде тәпсір кітаптарында айтылады, біраз сахабалар уайымға түсіп, хаққа туқатихи деген, яғни сол тақуалықтың толық ақысын беріп, тақуалық жолын ұстаныңдар деген мағынаны білдіреді, немесе тақуалықтың ақысын толық беріңдер, хаққа туқатихи. Сонда бұл қалай болады? Біз оның ақысын қалай толық береміз? Қолымыздан ол келмейді ғой деген сөздер айтылады. Имам Науауи рахмахулла айтады, келесі аятты келтіріп: فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. Шамаларын келгенше тақуалық етіңдер деген аят түсті. Имам Науауи рахмахулла осы аят алдыңғы аятты ашықтаушы, анықтаушы аят деді. Яғни ақысын беріңдер деген сөздің мағынасы демек шамаларын келгенше тақуалық етіңдер деген мағынада. Шамаларын келгенше, шамаларын жеткен жерге дейін тақуалық етіңдер деп Алла тағала бұйырып жатыр. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла тағала адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Яғни шамаңыз жетпеген нәрсе үшін сұралмайсыз. Сіз мүмкіндігіңіздің шеңберінде сұраласыз. Енді кейбіреулер ойлауы мүмкін, бұл аят сондай бір жеңілдікті білдіретін аят деп. Ғұламаларымыз айтады, бұл ауырлықты білдіретін аят деді. Шамасынан тыс нәрсені жүктемейді деген. Демек, шамаң келетін нәрсе саған жүктелген деген мағынаны білдіреді. Ал шамамыз көп нәрсеге келеді. Негізі біз істеп жүрген нәрседен қайда көп нәрсені артық істей аламыз. Шамаларын келгенше тақуалық етіңдер деген сөзде соны білдіреді. Яғни сенің шамаң қай жерге дейін жетеді, сол жерге дейін тақуалық ет деген мағынада. Мысалы, біз намаз оқимыз 5 уақыт, бірақ түнгі намаз оқымаймыз. Түнгі намаз оқуға біздің шамамыз жете ме? Жетеді.
парыз оразаны ұстаймыз Рамазанның, нәпіл ораза ұстамаймыз. Нәпіл ораза ұстауға біздің шамамыз жете ме? Шамамыз жетеді. Мысалы күніне Құран оқысақ оқимыз, оқымасақ оны да істемейміз. Ал бірақ күнде Құран оқып отыруға, мысалы бір парадан делік оқып отыруға шамамыз жете ме? Жетеді. Демек, біз сол шамамыз жеткен нәрсені орындауға бұйырылдық. Шамамыз жеткен нәрсені орындауға бұйырылдық. Алла тағала шамаң жеткен жерге дейін тақуалық ет деп жатыр. Сол уақытта сіз тақуалықтың ақысын толық берген боласыз. Шамаңыз жетпеген нәрседен сұралмайсыз. Алла тағала ар жағына менің шамам жеткен жоқ. Сен өзің Алла адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді дедің, мен шамам келген нәрсені істедім деп айтасыз. Бірақ біз шамамыз келетін нәрсенің өкінішке қарай 20% ғана орындап жүрген шығармыз. Одан көбірек нәрсе қолымыздан келеді. Келесі аят: وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Иман келтіргендер, тақуалық етіңдер және дұрыс сөз сөйлеңдер, немесе түзу сөз сөйлеңдер. Аяттың жалғасында Алла тағала юслих лакум а'малакум ва яғфир лакум зунубакум. Сол кезде Алла тағала сендердің амалдарыңды дұрыстайды және күнәларыңды кешіреді деді. Демек, адам тақуалық етсе және сондай-ақ дұрыс сөз сөйлесе. Дұрыс сөз қандай сөз? Сізге бұл дүниеде және ақиретте зиян келтірмейтін сөз. Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде не деді? Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахири фальяқул хайран ау лиясмут. Кімде-кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін немесе үндемесін деді. Демек, біз жақсы сөз сөйлеуге бұйырылдық. Сол кезде Алла тағала біздің ісімізді оңдайды және күнәларымызды кешіреді. Вал аяту фил амри биттақуа касиратун ма'лума. Тақуалыққа бұйырған аяттар көп және белгілі дейді. Вақала та'ала, Алла тағала айтады: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Кім тақуалық етсе, Алла тағала оған шығатын жол тауып береді. Яғни кез келген қиындықтан, тығырықтан шығатын жол тауып береді. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Және күтпеген жерден оған рызық береді. Адам тақуалық етсе, Алладан жәрдем сұраса, Алла тағала оған сол жағдайдан шығатын жол тауып береді. Кез келген тығырыққа тірелсеңіз, Алла тағала тақуалық арқылы сізді сол тығырықтан шығарады және сіз күтпеген жерден рызық жеткізіп қояды. Ла яхтасиб деген, яғни сіз есепке алмаған, сіз күтпеген жер деген мағынаны білдіреді. Біз әдетте өмірде сол жұмыс десек, жұмысымызға жүрегіміз байланып қалады, айлығымызға жүрегіміз байланып қалады. Яғни бір нәрсені есептеген кезде сол мен айлығым бар, осы айлығыммен өтемін деген сияқты есепті солай аламыз. Ал Алла тағала Алла тағала адамға күтпеген жерден рызық беріп қояды деп жатыр. Вақала та'ала, сондай-ақ Алла тағала айтады: ин таттақуллаха ядж'ал лакум фурқана ва юкаффир анкум сайиатикум ва яғфир лакум. Егер тақуалық етсеңдер, Алла тағала сендерге фурқан береді деді. Фурқан деген фарқ сөзінен шығады, яғни тафриқ, айыру. Мысалы, парқына бару деп жатады ғой қазақта. Тафриқ, айыру, ажырату деген мағынаны білдіреді. Фурқан деген Құранның да атауы, мағынасы ақ пен қараны ажыратушы. Сіз тақуалық ететін болсаңыз, Алла тағала сізге сондай бір жүрегіңізге сезім береді дейміз бе,
бір сондай қасиет береді, бір ерекшелік береді. Сөйтіп сіз ақ пен қараны ажырата алатын боласыз. Алла тағала сізге сондай бір ерекшелік береді. Ол фарасатул муъмин дейді ғой, мұсылманның, енді оны қалай аударсақ болады. Егер парасаттылық десек, оның мағынасы онша келіңкіремейді. Орысшаға проницательность деп аударған. Усман радиаллаху анху алдына бір кісі кіріп келген кезде, сен мұсылмандардың басшысының алдына көз зинасын жасап келіп тұрсың ба дейді. Сонда әлгі кісі, бұны уахимен айтып жатсыз ба деген кезде, жоқ, уахи емес, өйткені пайғамбарымыздан кейін уахи жоқ. Бұл фарасатул муъмин фа иннаху янзуру би нуриллах. Ол сол мұсылманның, білмеймін, енді көз өткірлігі дейміз бе, қалай аударуға болатын, ол Алланың нұрымен көреді дейді. Яғни Алла тағала сізге сондай бір таңдау жасайтын кезде дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Енді бұл мәселе қалай айтсақ болады, өмірдегі күнделікті жағдайларда, күнделікті тіршілікте болатын нәрсе. Ол бір үкімге келіп, үкімнің халал харамын ажырату емес. Өйткені шариғаттағы үкімдердің халал харамдығы ол шариғаттағы Құран, хадистен, иджма, қиястан ғұламалар ижтихад етіп үкімін бізге баяндайды. Ол сол жерден алынады. Ал бұл жерде сондай бір шешім қабылдайтын жағдайлар болады. Қайсысы хайырлы, қайсысы хайырлы емес, білмейсіз. Сондай жағдайларда Алла тағала сізге дұрыс таңдау жасау қабілетін беріп қойып, былайша айтқанда. Ин таттақуллах яджъал лакум фурқана. Тақуалық етсеңдер, Алла тағала сендерге сондай бір пайда мен зиянды, ақ пен қараны ажырататын, дұрыс таңдау жасайтын қабілет береді, ерекшелік береді. Сол нәрсеге Алла тағала сендерге жәрдемдеседі дейді. Ол біліммен болады, ол әлгіндей бағанағы фарасатул муъмин дейді, сол нәрсемен болады. Бұл әлбетте үкім мәселелерінде емес, яғни бағана айтқанымыздай үкім мәселелерінде емес. Бірақ одан басқа да өмірде таңдау жасайтын жағдайлар көп болады. Сондай кездерде Алла тағала сізге көмектеседі. Ва юкаффир анкум сайиатикум. Және Алла күнәләрін кешіреді дейді. Ва яғфир лакум. Сендерді жарылқайды, мағфират етеді. Wallahu зул фадлил азим. Алла тағала сондай ұлы жақсылық иесі. Вал аяту фил баби касиратун ма'лума. Бұл бапқа қатысты келген аяттар көп дейді. Яғни Имам Науауи тек қана бірнеше аятты келтіріп жатыр. Ал енді осы тақырыпта хадистерге келетін болсақ, бірінші хадис: "Ва аммал хадису фал аувалу ан Аби Хурайра радиаллаху анху қал: Қила я Расулаллах ман акрамун нас, қала атқахум." Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген, пайғамбарымызға адамдар келіп, "Уа Алланың елшісі, адамдардың ардақтысы, құрметтісі кім?" деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам атқахум, көбірек тақуалық еткені деді. Алла тағала Құран кәрімде: "Инна акрамакум индаллахи атқакум." Алланың алдындағы ардақтыларың тақуаларың деді. Атқакум, яғни көбірек тақуалық еткендерің деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде сол аятқа сай жауап беріп жатыр. Мен акрамун нас, адамдардың ардақтысы кім деп сұралғанда, атқахум, көбірек тақуалық еткен деді. Фақалу лайса ан хаза нас'алук. Қала фа Юсуфу набиюллахи ибну набииллахи ибни халилиллах. Сонда әлгі кісілер: "О Алланың елшісі, ол жайында сұрап жатқан жоқпыз" деді.
ол жайында сұрап жатқан жоқпыз. Яғни жалпылама сол тақуалықтың немесе ардақты болудың ережесі, шарты жайында сұрап жатқан жоқпыз. Біз нақты кім деген сұрақ қойып жатырмыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдардың ардақтысы Юсуф деді. Ал өзі пайғамбар, пайғамбардың баласы, пайғамбардың немересі және халилилlah, яғни Алланың досы болған Ибрахим алейхиссаламның шөбересі. Яғни өзі пайғамбар, әкесі Яқуб пайғамбар, атасы Исхақ пайғамбар, оның атасы немесе әкесі Ибрахим алейхиссалам пайғамбар. Солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жауап берді. Фа Юсуф набиюллах, яғни өзі пайғамбар, Алланың пайғамбары, ибну набиилла, пайғамбардың баласы. Ол да ибну набиилла, ол да пайғамбардың баласы, яғни былайша айтқанда әкесі де пайғамбар, атасы да пайғамбар, бабасы да пайғамбар. Қалу лейса ан хаза насалук. Әлгі кісілер, о Алланың елшісі, ол жайында сұрап жатқан жоқпыз. Қала фаан маадинил араби тасалуни. Сендер араб тайпалар жайында сұрап жатырсыңдар ма деді. Яғни өздері сол өзара сөйлесіп, енді оларда да түрлі рулар бар, тайпалар бар, ішінде қайсысы абзал, қайсысы ардақты деген осындай бір сұрақ туындап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп сұрады, қайсысы жақсы деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хиярухум фил джахилия хиярухум фил ислами иза фақуху. Олардың жахилиятта жақсы болғаны исламға келгеннен кейін білім алып, тақуалығы артса, солары жақсы деді. Хиярухум фил ислам, хиярухум фил джахилия. Немесе хиярухум фил джахилия, хиярухум фил ислам. Яғни жахилият дәуірінде жақсы болғандар исламға келгеннен кейін де жақсы болады деді. Иза фақуху, егер білім алса, Алла бізден нені талап ететінін үйренсе, адал арамды үйренсе, сол кезде ол жақсы болады деді. Бұл нені білдіреді? Жалпы адамда өз бойындағы қасиет деген нәрсе бар. Бойындағы қасиет, тума сипаты бар, адамгершілік деген нәрсе бар. Адам жахилият дәуірінде де, мысалы, исламға келмеді әлі, намазға келмеді, мұсылман болса да, намазға келген жоқ, әлі құлшылыққа келген жоқ. Бірақ оның өзінің бір жақсы сипаттары бар, адамгершілігі бар. Сол нәрсе исламға келгеннен кейін тағы да артады, тағы да күшейеді. Неге? Өйткені ол Алламен байланысты, енді сол бойындағы қасиетті қалай игеру керектігін, қайда жұмсау керектігін біледі. Мысалы, күш иесі құлшылыққа келмей тұрып орынсыз пайдаланатын. Мысалы, пачорному жүрді, анан барып ұрып кетеді, мынаны барып ұрып кетеді деген сияқты. Яғни сол күшін орынсыз пайдаланды. Ал енді құлшылыққа келгеннен кейін Алла тағала одан нені талап ететіндігін білді. Сөйтіп, әлгі бойындағы күшті, бойындағы Алланың берген қасиетін орнымен пайдаланады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Алла тағала исламды екі омардың біреуімен қуатта деді. Яғни оның бойында сондай ерекшелік бар. Исламға келгеннен кейін соның дінге пайдасы тиеді. Өзі имам Ғазали рахмаһулла айтады ғой, білім деген ол жаңбыр сияқты нәрсе дейді. Тікенге жауса
ол тікенде күшейеді, гүлге жауса гүлде құлпырады. Яғни жаңбыр тікенге жауып, тікенді гүл қылып жібермейді, немесе гүлді тікен қылып жібермейді. Мысалы, өзінің табиғатында гнилой адам болады да, ол намазға келсе де гнилой болып қала береді да. Сондайлар болады. Мешітке келіп, бәле іздеп, жамағаттың арасында проблема шығарып, сондай адамдар болады. Көрсең, одан қашасың тек қана. Бір адам жақсы адам, исламға келгеннен кейін, дінге келгеннен кейін, құлшылыққа келгеннен кейін, ары қарай ол адамның жақсылығы артады. Яғни өзі бір тума адамның мінезі түбегейлі өзгеріп кетпейді. Тақуалық артса, мүмкін сол нәрсені жеңуге, реттеуге тырысатын шығар. Мысалы, бір адам орынсыз ашулана береді. Тырысып қалады, ренжігіш. Ол құлшылыққа келгеннен кейін мінез түбегейлі өзгеріп кетпейді. Оны реттеуге тырысатын шығар. Өйткені енді Алланың разылығы деген нәрсе бар, пайғамбарымыздың тағылымдары бар, сонымен өмір сүруге тырысады. Бірақ бәрібір оның сол қызбалығы қалады, ренжігіштігі қалады, тез ашулануы қалады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кейбір риуаяттар келеді ғой, кейде ғұламалардың сөздеп келеді. Мысалы, бір адам болады, түрлі шөптермен, отындармен сипаттаған, енді атаулар есімде жоқ нақты. Мысалы, бір адам не сияқты болады деді, мысал ретінде жантақ сияқты болады. Тез жанады, тез өшіп қалады, тез жанып кетеді ғой. Мысалы, бір адам болады, саксаул секілді дейік, сексеуіл. Жай жанады, оны біраз қыздыру керек, жандыру керек, бірақ жанғаннан кейін ұзақ тұрады. Бір адам демек тез ашуланады, тез қайтады. Бір адам жай ашуланады, бірақ ашу оңайлықпен қайтпайды. Екінші адам бар, тағы бір адам тез ашуланады, немесе жай ашуланады, тез қайтады. Өз ішіндегі ең жақсы сол. Және одан кейін ең жаманы тез ашуланып, жай ашу қайтқан адам. Демек, адамның өзінің бойында қасиеті, оның тума мінезі түбегейлі өзгеріп кетпейді. Адамгершілігі бар адам өзі намазға келмей тұрған кезде де ол жақсы адам еді. Енді Алламен байланысқа түскеннен кейін оның жақсылығы артады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны айтып жатыр: «Хиярухум фил жахилия, хиярухум фил ислам». Надандық дәуірінде, исламнан алдын жақсы болғандары, солар ислам келгеннен кейін де жақсы болып қала береді. Бірақ бір шарты бар: «Иза фақуху», Алла тағаланың олардан нен талап ететінін үйренсе, білсе, адал арамды білсе, Алланы разы ететін нәрсені, Алланың ашуына тиетін нәрселерді үйреніп білсе, ол жақсы болып қала береді деді. Муттафақун алейх, хадисті имам Бұхари және Муслим жеткізген. Енді бұл хадистен не түсінеміз? Имамдарымыз айтады, біріншісі дейді: «Аннал инсана юкаррам ва юшарраф би тақваллахи азза ва жал. Ва анна ман кана тақиян кана касирал хайри фид дуния рафи'ад даражати фил ахира». Адам тақуалықпен ардақты болады. Бұл дүниеде жақсылығы көп болған адамның Алланың құзырында ахиретте дәрежесі биік болады. Юшарраф немесе яшруфул инсан би шарафи абаихи ва аширатихи иза кану атқия ва кана хуа аля шакилатихим ва тариқатихим. Егер бір адам тақуа кісілердің ұрпағы болса, және өзі де сол кісілердің жолында болатын болса, онда
бұл ол адамға артықшылық береді. Алланың құзырында сонымен ардақты болады. Адамның өзі жаман болса, онда әкесінің кім болғаны оған пайда бермейді. Бірақ өзі де сол жақсы әкенің, жақсы атаның, жақсы салиқалы ұрпағы болса, онда Алла тағала оған қосымша артықшылық береді. Бұл нұр үстіне нұр болады. Білесіздер, Құранда Алла тағала Муса алейхиссалам мен Хыдыр алейхиссаламның екеуінің оқиғасын баяндаған Кәһф сүресінде. Сол жерде баяндалғандай, Хыдыр алейхиссалам бір ауылға келеді, жанында Муса алейхиссалам бар. Сөйтіп, тамақтандырыңдаршы, бізге тамақ беріңдерші, жолдан келдік деп сұрайды. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. Олар тамақтандырудан бас тартады. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. Сол кезде бір ауылдың шетіне барып, қараусыз қалған үйдің жанына отырады да, қисайып тұрған қабырғаны түзетіп қояды. Муса алейхиссалам көріп ашуланып кетеді. Не дейді? فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Барып бұлардан тағы да сол үшін ақша сұрамайсың ба деді. Олар саған тамақ беруге сараңдық танытып жатса, тамақ беруден бас тартып жатса, бір нормальный адамдар емес қой бұлар. Енді келіп солардың қисайып қалған қабырғасын туралап беріп жатсың ба, барып ақша сұрасайшы, онда айлық ал, сол үшін ақыңды ал деп Муса алейхиссалам ашуланып айтады. Өзі Муса алейхиссалам көп жағдайда, яғни бірден мінезін көрсететін болған ғой. Бауырды айтады ғой, «Ла таъхуз би лихияти ва ла би раси». Менің сақал шашымды жібер, бауырым деп келген еліне келеді ғой, 40 күн иатикафтан кейін. Сөйтіп келсе, Исраил бір буддисттер сияқты болып кеткен, бұзауды қойып қойғанда бәрі о деп әлгі бұзауға табынып жатыр. Ашуланып кетеді. Келіп бауырының шашынан, сақалынан ұстап, мен саған аманат етіп қалдырып кетіп едім ғой, халқымды деп бірден мінезін көрсетеді. Екі кісі төбелесіп жатқан кезде де көмектес деп еді, жүгіріп келеді. Енді мүмкін футболдың тілінде фол дейді ғой, мүмкін итеріп қалды ма, әйтеуір бас тасқа тиді ме, немесе өзі әлсіреп тұрған адам ба, енді ондай бірден өліп кететіндей қылып жақтан ұрмаған шығар, әйтеуір қайтыс болады сол жерде. Yani ол жерде де қарап отырсаңыз бірден мінезін көрсетті. Мына жерде де мінезін көрсетіп жатыр. Хыдыр алейхиссалам кейін себебін түсіндірген кезде не деді? وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Бұл екі жетім баланың жері. Осының астына әкесі қазына жасырып кеткен. Алла тағала оларға білдіріп, ертең осы жерді ашып, сол әкелерінің қазынасын алады. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ол екеуінің әкесі ізгі кісі еді деді. Әкенің ізгілігі балаға пайдасын тигізіп жатыр. Демек, әкенің ізгілігі балаға пайдасын тигізеді, егер балада әкесінің жолын ұстанса. Бұл жерде имамдарымыз соны айтып жатыр. Егер өзде тақуалардан болса, онда әке шешесінің жалпы бағанағы сол ата-бабаларының ізгілігінің оған пайдасы тиеді дейді. Одан кейінгі мәселе «Ан-навази'ул хайра иза иқтаранат бил имани вал ислами амма хайруха ли асхабиха ва гайрихим».
كالشجاعة والإباء وعزة النفس لأنها تكون مع الإسلام خاضعة لضوابط الرقابة الإلهية لا للأهواء الشخصية. Адамның бойындағы жақсы қасиеттер иманмен, исламмен қуатталса, оның пайдасы, жақсылығы өзіне де басқаға да тиеді. Адамның бойындағы қасиеті, батырлық, жомарттық, тағы да басқа да сондай жақсы сипаттары иманмен, исламмен қуатталса, оның пайдасы артады. Неге? Өйткені әлгі сіздің бойыңыздағы жақсы қасиеттер Құдайдың бақылауына өтеді. Құдайдың бақылауына өтеді. Сіз оны Алла разылығы үшін, Алла разы болатын түрде қолданатын боласыз. Жеке өзіңіздің қалауыңызбен емес. Сол кезде оның пайдасы адамдарға көптеп тиеді. Бұл бірінші хадис, тақуалық тақырыбындағы. Екінші хадис: الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Бұл хадисті Абу Саид Ал-Худри, Алла ол кісіге разы болсын, жеткізген. Ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Инна ад-дуnya хулватун хадира, ва инна Аллаха мустахлифукум фиха фаянзуру кайфа та'малун». Бұл дүние сондай бір тәтті, жасыл нәрсе. Енді не үшін бұлай сипаттап жатыр? Яғни оның дәмі тәтті, көрген кезде көз тартады. Яғни сондай бір адам қызығатындай және дәмді, тәтті нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жеміске ұқсатып жатыр да. Түрі әдемі және дәмі де тәтті. Дүние сондай нәрсе дейді. Ва инна Аллаха мустахлифукум фиха фаянзуру кайфа та'малун. Алла тағала сендерді осы дүниеде орынбасар етті. Сендердің не істейтіндеріңді көру үшін деді. Алла тағала осы дүниені бізге басқаруға, игеруге берді. Адамды Алла тағала басқа жаратылыстардан ерекше етті. Адамға ақыл берді. Адам дамып жатыр. Әлемді, жалпы осы дүниені игеріп жатыр. Қандай үлкен бізден күші 100 есе көп жануарларды неше түрлі игеріп жатырмыз. Неге? Өйткені Алла тағала осы әлемдегі, осы дүниедегі бірінші жаратылыс етіп адамды жаратты. Сол үшін айтып жатыр: «Инна Аллаха мустахлифукум фиха». Мына жерде соны түсіндіріпті. «Фаантум биманзилатил укалаи фиха». Сендер Құдайдың өкілі секілдісіңдер деді осы жер бетінде. Яғни жер бетін игеруді Алла тағала адамзатқа тапсырды. «Фаттақу дуния ваттақу ниса». Ендеше сол дүниенің фитнасынан және әйелдердің фитнасынан сақтаныңдар. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Исраил ұрпақтарының ең алғашқы фитнасы әйелдерге қатысты болған деді. Немесе әйелдердің себебімен болған деді. Енді бұл хадистен нені түсінеміз? Имамдарымыз айтып жатыр. Біріншісі: «Әл-хазару минал ифтитани бин ниса ва залика би тарки мубашаратил асбаби аллати тусиру ка минаш шахва». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді осы дүниеде адамның азғырылуына себеп болатын нәрселерді түсіндіріп жатыр. Осындай, яғни фитнасы күшті болған нәрселер бар, содан сақтаныңдар деп жатыр. Біріншісі дүние мәселесі. Дүние мәселесі, білесіздер,
әлемдегі соғыстардың басым көпшілігі дүниеге қатысты. Яғни мынаның жері, мынаның жерін басып алам, мына жерде алтын бар, мына жерде нефт бар, мына жерде мынау бар. Мысалы соңғы жағдайларды да көрсеңіз, әлгі бір елдің президентін пижамасымен мысалы алып кете салып, түнде әйел екеуін, неге, өйткені ол жақта мұнай бар деген секілді. Соғыстардың көбісі дүние үшін болып жатыр. Қан төгістер қанша. Және сондай-ақ тағы бір фитна, ер адамның ең әлсіз тұстарының бірі бұл әйел мәселесі. Енді шынайы тарихта қалай екенін тарихшыларға қалдырамыз, бірақ жалпы мысалы әлгі Троя тағы да басқа да соғыстарды қарайтын болсаңыз, сол соғыстар мысалы әйелдің себебі болды деген сияқты. Сол әйелдің себебімен ер адам азғырылады. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам азғырылуға себеп болатын нәрселерден сақтаныңдар деді. Шайтанның азғыруына себеп болатын, сендерді сол мәселемен азғыратын нәрселерінен сақ болыңдар деді. Мысалы калихтилаты бихинна мысал келтіріп жатыр. Сондай бір тығыз араласу бөтен әйелдермен, ол да сондай бір фитнаға алып келеді. Мысалы жұмыс орнында әйелдер, ол әйелдерде бір тақуалық ұстанып жатқан, әуретін жауып жүрген әйелдер емес, ашық әңгіме деген сияқты. Кейде нәтижесі өкінішті болып жатады. Ал шариғат бізде кез келген нәрсенің алдын алады. Яғни тура түбіне знак қойып қоймайды. Знакты, белгіні одан қайда, мысалы 100 метр, 200 метр алдынға қояды. Уәлә тақрабуз зина. Құранда Алла тағала зинаға жақындамаңдар деді, жоламаңдар. Яғни зина істемеңдер деген жоқ. Зинаға жоламаңдар, жақындамаңдар деді. Яғни оны айналып өт деп жатыр. Оны айналып өт. Оған алып баратын себептерден сақтан деп жатыр. Сол себептердің бірі жеке қалу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ер мен әйел жеке қалса, үшіншісі шайтан болады деді. Яғни жабық есіктің ар жағында мысалы ешкім күнә істеуіне кедергі болмайтын жағдай. Ол жерде араға шайтан түседі. Сол үшін де адам өзін сондай азғырылуға жақын болатын жағдайларға қалдырмау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге соны айтып жатыр. Кейде кейбіреулерден естіп жатасың ғой, ой, мен бұл жерде еркек ретінде емес, мен маман ретінде, профессионал ретінде, как будто ол еркектік деген бір функцияны кнопкасын басып өшіріп қоя салатын сияқты да. Мысалы гинеколог еркек, ол сол қызметке кірген кезде, таңертең қызметін бастаған кезде өзіндегі әлгі әйелге деген құмарлықты бойындағы Құдай жаратқан еркектік қасиетін өшіріп қоя ма? Өшіріп қойып жұмыс істей ме? Мен тек қана бұл жерде чисто профессиональный подход, сендер үйтіп озабоченныйлар, басқа осындай әңгімені айтады да. Негізі көбісі өтірікші. Себебі ол өзінің бойындағы ол нәрсені өшіре алмайды. Сол үшін де енді бұл мысал ретінде келтіріп жатырмыз. Адам дүние мәселесінде де, тағы да басқа да мәселелерде де азғырылуға, адасуға түсетін жағдайларға өзін итермелемеу керек. Арасына тақуалық не дедік бағана? Тақуалық деген араға бір қорған қою, қақпан бағанағы сізді сол нәрседен тосатын бір нәрсені қою. Қалқан. Дүние мәселесінде де тура сондай.
Бұл сөзбен біз адамдарға дүниені таста, дүниеден безіп кет деп жатқан жоқпыз. Адам дүниені адалмен тауып, адалына жұмсау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ізгі адамның қолындағы адал дүние қандай жақсы дүние дейді. Ол сол дүниесімен қанша адамға көмектеседі, пайдасы тиеді. Яғни бір нәрседен сақтан деген кезде, яғни оның фитнасынан сақтан деген мағынада, мүлдем тастап кет деген мағынада емес. Мысалы, біз дүниені тастап кетуге шақырмаймыз. Тура сол сияқты әйелден сақтан деген, яғни әйелдерде мүлдем безіп кет деген сөз емес. Үйлену сүннет. Адам үйленуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ан-никаху сүннати, үйлену менің сүннетім деді, үйленіңдер, көбейіңдер деді. Демек, ол нәрселердің барлығын Алла рұқсат еткен адал жолымен пайдалану керек. Сол кезде сіз әлгі нәрселердің фитнасынан сақтанасыз. Және одан кейін мына жерде айтып жатыр, кал-ихтилату бихинна, яғни тығыз етене араласу, wan-назар иля мавади'ил фитнати минхунна иза кунна ажнабият, әуретіне қарау бөтен әйелдің, ва алла яшғула таматту'у бихинна анил ваджибати иза кунна халаил, және өз адал нәрсенің өзінде де оны пайдалану, оның қызығын көру сізді басқа міндеттерден тосып қоймау керек. Яғни адал екен ғой деп, мысалы, ұйқы адал деп ұйықтай беру дұрыс емес. Харам ба не деп, жоқ харам емес, бірақ уақыттың бәрін сонымен өткізу де дұрыс емес. Сол үшін, яғни ол да сол нәрсемен азғырылудың бір түрі болады. Одан кейін ал-иттиазу ва ахзул ибрати минал умамис сабиқа, алдыңғы үмбеттердің басына түскен жағдайларды көріп, біліп, үйрену және содан ғибрат алу. فإنما حصل لبني إسرائيل يحصل لغيرهم إذا تعاطوا أسبابه. Өйткені алдыңғыларға болған нәрсе, алдыңғылардың басына түскен нәрсе, егер соның себебін қайталасаңыз, сіздің де басыңызға келеді. Сол үшін де адам басқалардан ғибрат алуы керек. Ғұламалардың сөзі бар ғой, ақылды адам мәниттааза биғайрихи дейді. Басқадан ғибрат алған адам ақылды адам дейді. Ал басқаға ғибрат болған адам, ол ақымақ адам дейді. Ғибрат болған дегенде, яғни мені көрдің бе, анау адам үйтті де осындай жағдайға түсті, сондай болып қалма деген мағынада, жақсы жағынан емес. Мені қарашы, осындай болайық деген мағынада емес. Абай бол, болмаса анау сияқты болып қаласың деп біреуге сол тұрғыдан ғибрат болған адам дейді. Үшінші осы тақырыпта хадис. الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. Бұл хадисті Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху жеткізген. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтатын еді. Яғни осылай дұға жасайтын еді деп жатыр. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-туқа вал-афафа вал-ғина. О Алла тағала, мен сенен хидаят, яғни тура жол сұраймын, тақуалық сұраймын, және әл-афаф, афаф деген харам нәрселерден тыйылу деген мағынаны білдіреді. Уәл-ғина, және байлық сұраймын дейді. Енді бұл жердегі сөздердің мағынасы, яғни байлық деген кезде әл-мураду ғинан нафс, көңілдің байлығы дейді, жүректің байлығы, яғни қанағатшыл болу деген мағынада. Және сондай-ақ тақуалық, яғни түсіндірдік тақуалық деген сөздің мағынасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрселер маңызды болған үшін Құдайдан соны сұрап дұға ететін болған. Яғни сұрау деген сөз жоқ деген мағынада емес, жоқ болғаннан кейін сұра деген мағынада емес. Кейбіреулер пайғамбарларың сұраса, демек ода ол нәрсе жоқ болған ғой деген сияқты бір болмайтын жерден қате табуға тырысады ғой, ондай мағынада емес. Яғни тақуалығымды арттыр, қанағатшылдығымды арттыр, соны тұрақты ет деген сияқты мағыналарда.
Al-худу'у илаллахи та'ала вал-луджу'у илейхи фи джами'ил ахвал. Яғни кез келген жағдайда Аллаға жалынып жалбарыну, Алла тағаладан сұрау, Алла тағала жәрдем бер деп Алладан сұрау керек. Юсуф алейхиссаламда не деді? Рабби сиджину ахаббу илейя мимма яд'унани илейх. Алла тағала олар шақырып жатқан нәрседен маған зындан жақсырақ. Иллам тасриф анни кайдахунна асбу илейхинна ва акун минал джахилин. Егер сен олардың жамандығыменен тыймасаң, мен сондай бір жаман жағдайға түсіп қаламын деп Алла тағаладан жәрдем сұрады. Демек, адам әрдайым Алла тағаладан тақуалығын арттыру үшін, тура жолдан тайдырмау үшін дұға тілеп сұрап отыруы керек. وفضل هذه الصفات التي كان يسألها عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله وأخشاهم له. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алла тағаладан осы нәрселерді сұрауы осы сипаттардың қаншалықты адам үшін маңызды екендігін білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бос нәрсе сұрамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланы бәрімізден жақсы таниды, Алла тағаладан бәрімізден артық қорқады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең тақуа жан. Солай бола тұра осылай дұға етуі бұл сипаттардың қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді, түсіндіреді. Сол үшін де адам Алла тағаладан әрдайым Алла тағала мені тақуа құлдарыңнан ет, тақуалығымды арттыр, жүрегіме қанағат бер деп осындай жақсы сипаттарды сұрап отыруы керек және соған әрекет етуі қажет. Тағы бір екі хадис қалыпты. Алла насіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім насіп етсін, алып жатқан білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля ант астағфирук ва атубу илейк.